hürmetli konaklar, ata-analar, және okuşular. Kazakistan Respublikasında bulup жатқан sayasi, әлеуметтік, ekonomikалық özgerişler bilim bölü jüyesin özgeçe kurudu talep etüldü. Ösüp kele жатқан жас ұрпақты ruhu büyük, patriotik sezimi жоғары tulga etip terbiyeleu bärimizдің bastı milletimiz. Öz ultunun bakıtlı bolaşağın, kemel kelişegin oylagan, kuvvetli memleket kurudu maksat etken Elbasının tilegine biz de kosulamız. Bu yılgı жылы da liseyimiz Ubutu sınavında жоғары netice körsetip Astana kalasının en özdük 10 mektebinin katarına endi. Bu aşılganına ne barı 6 yıl gana bolgan oku ornu üçün ülken jetistik. Nur orada Kazak Türk Lise kişinin tabaldırgın algaç attağalı oturgan Kişkenday büldürşenler. Kadamların kutlu bolsun. Süyüklü bizдің okuşlar. Sizlerge her kaşan Abay atamыздың айтқан nurlu akıl, жылы жүрек, ыстық kayrat sizlerge joldas bolsun. Bu yılғы oku жылында ösüp kele жатқан urpakka ultuk təlim terbiye berude, qoğamdağı jeke tulganı damıtulga, hacetli жағдай жасау, öz жалғасын taup, bilim berude oң neticeler жүзеге asады деп senemin. Және sol jolda еңбек etetin ujumga bizde әрқашан қолдап, bizмен birge kuanatın ata-analar sizlerge de жаңа oku жылы табыс мен жетістік әкелсін, білім күні құтты болсын. Құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, барлықтарыңызды білім күнімен құттықтаймын. Еліміздегі көптеген жақсы істер жасалып жатыр. Әлде де алдымызда көптеген мақсаттарымыз бар. Ал енді сондай биік мақсаттарға жету үшін елбасымыз айтқандай, мәңгі қазақ елі болу үшін бізге ең бірінші азаттығымыз бар. Бізге білімділік керек, білім керек. Сол білім алу үшін бүгін барлықтарыңыз осындай бір керемет Нұрорда мектебіне келіп жатсыздар. Биылғы жылы 2,5 миллион оқушылар мектептің табалдырығын аттайды. Оның ішіндегі 264 мыңы бұл бірінші сыныптың оқушылары. Бұл балаларды қарайтын болсақ, 11 жылдан кейін мектеп бітіреді. Ол кезде мемлекетімізде көптеген жақсы жаңалықтар болады. 95% мемлекеттік тілде сөйлейтін азаматтар болады. Көптеген жаңа технологиялар пайда болады. Ал енді сондай үлкен жетістіктерге жету үшін әрине міндетті түрде сапалы білім алу керек. Елбасымыз соңғы жолдауында 2050 жылға дейінгі біздің стратегиямызда ең бастысы тек қана жаттап алған білім емес, практикаға пайдалана білетін, күнделікті өмірге пайдалана білетін білім керек деп жатыр. Сол себептен бұл мектепте дәл сондай білім алуға толық мүмкіншіліктер бар. Өткен жылы өздеріңізге белгілі, бұл мектептің түлектері жоғарғы деңгейге жетіп, өздерінің біліктілік арқасында өздері қалаған оқуларына түсіп жатыр. Сол себептен бүгінгі бірінші кезекте, бірінші сыныпты бірінші рет мектеп табалдырығын аттаған біздің бүлдіршіндерге сәтті болсын жолдарыңыз. Үлкен биіктерге жете беріңіздер. Ата-аналарыңыздың және ұстаздарыңыз мақтанышы болыңыздар. Ал енді биыл мектеп бітіретін біздің түлектерге. Сіздерге оқуларыңыз жақсы оқып, биік шыңдарға жетіп, армандаған армандарыңызға жете беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын, биіктен биіктерге жете беріңіздер. Еліміздегі көркеуіне барлықтарымыз бірге еңбек жасайық. Рахмет. Беруіне шын жүректен тілектеспін. Мінекей, Катөв қоғамдық қорының бастауымен осындай мектеп ордалары өмірге келіп, қазіргі таңда бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінде еліміздің бүлдіршін бозбалаларымызға, оқушыларымызға үлкен білім деңгейін көрсетіп жатқан жағдайы бар. Ауыз толтырарлықтай мақтаныш ететін жағдайларымыз бар. Мінекей өткен жылы ғана, осы жылы жазда Катөв қоғамдық қорының үлкен 20 жылдық мерейтойы өтті. Сол мерейтойда бүкіл
қазақ елін әлемге танытқан оқушыларымыздың жетістіктерін көріп, біз ата-аналар үлкен мақтанышқа ие болдық. Сіздерді де сол үлкен тұғырдан көрініп, баршамызды қуанта беруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Абай атамыз, ұлы Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан демекші. Адамның ең басты қасиеті адами құндылықтар. Сол адами құндылықтарды бойларыңызға сіңіріп, сіздерде ожат алдыңға еліміздің сүйікті азаматтар болуына тілектеспін. Рахмет. Мектепке енді барамыз, біз оқушы боламыз, жақсы оқып сабақты кілең бестік аламыз. Отанның біз ұл қызы, халықтың біз жұлдызы, оқимыз ақын жырларын, оқимыз еңбек сырларын. Құрметке беріледі. Ayalar büyük kumları yettiğin kısmeşir geçsin. Algaçka konrav sındırı en boğuk seni terletsin. Sındırla konrav sındırgan, can okuşun aşkansın. Bal önün senin sındırgan, sınıfka bizden baskasın. Konrav önü şarıqta, özünün sihir dilinde. Қызмет көрсет халыққа, шақырып өнер білімге. Жаңа оқу жылы жемісті, мерейі үстем жыл болсын. Шәкірттеріміз өрісті, елімдер, қызымдер, ұлымдер, ұл болсын деп қошемет құрметтеріңізді амаңыздар достар.